Вышли с работы, сейчас домой. Наджархин. Классно поработали. Да? Очень супер. Жұмыстан чарчап келіп, эми үйгө кирсем, бирөө чыкчы депишти. Эмнеге экенин билбейм. Не видео тартасың эмес, тартабыз десең. Тартабыз дедим ошо. Нову. Пудра. Не, айтпам. Ал досума көрсөтсөң. Любовный бир нерсе эмеспи? А? А? No. Ровно bir жылдан кийин, азыр 1 апрель 2024 жыл. Давай бири-бирибизге сөз беребиз. Экөөбүз айрылышып кетсек те, кыз жигит болуп жүрсек те, үйлөнсек те, ровно 1 жылдан кийин 2025 жылы 1 апрелде Победа ошол жерден келесиз. Коюп калсакчы. Өлүп калсак, мен өлүп калсам сен ошол жерге келесиң. Сен өлүп калсаң мен ошол жерге келем. Точно. Да хоть сен басқа бирөөгө үйлөнүп кетсең де, не басқа кызың болсо да келесиң ошол жерге мага келесиң. Үйлөнсөк бирге келебиз. Иә. Может, экөөбүз айрылып кеткен болобуз, но өзүбүздүн сөзүбүзгө туруп ошол жерге келип, кайта 1 жылдан кийин косулуп үйлөнүүбүз мүмкүн. Да? Сөз бердик. Осы жерге келіп енді келіп кішкене жүріп қайтайын дедім. Өте әдемі жер. Көктөбеден кейінгі Алматыдағы ең жоғары жер болса. Кішкене жүріп қайтайын деп. Бізде жауапкершілік көп. Біз мына жерде сөйлесіп, сұрағына жауап беріп, болмаса өзімізді сол сұрақтан алып шығу үшін бір айтқан әңгімеміздің барлығы бір қатын тарапына балап, кейбір кісілер бізді бөліп қояды да, мынау ұрысады. Біз ұрысып жатқан жоқпыз. Көрермен, құрметті көрермен немесе Сержан мырза, біз мына жерде пікір таласып жатырмыз. Біз өзімізді бір ағынан жарату үшін, кейбір кезде өзімізді қорғау үшін, немесе сол жерден алып шығу үшін солай бір ақталып айтқатын әңгімелер бар. Ол жерде барлығы 100% шын әңгіме. Осы жерде бір ауыз айтып жіберейін, қалмай кетті ғой қазір, бір минут. Негізі әңгіме Сәкенге айтқан кезде әңгіме мүлдем басқа нәрсе болғанда, неге недостоин деген әңгімелер шықты деген Айбаттың тарапына қарай, только сұрақ қана болды да, алма жерде пікірталас үстінде неше түрлі арнаға бұрылып жатыр да, жаңағы тақырыптаршы. То басқа нәрсені айтылады, то Айбаттың жаңа қармағы туралы айтылады. Негізі сол бастапқы бір мәселеде мен тоқталып кетейін деп тұрмын да. Негізі Айбат бағана айтып қалды ғой, мен айтқан жоқпын деді сол нәрсені. Ал Сәкең болса, сен недостоин деген нәрсе сен аузыңнан шықты деп. Ал бірақ қазіргі кезде Айбаттың бір несіне қарайтын болсақ, сөздеріне қарайтын болсақ, бір сендер неге прогресс жоқ, неге үйленбейсіңдер, неге алып кетпейсің деген нәрсеге келтіріп отыр да. Бір ол жағынан бір оң жағынан қарап көретін болсақ, ол тарап бір дұрыс сияқты болып көрінеді негізі, екі жұпқа негізі бұрыннан келе жатыр. Ал Сәкең айтып отыр да, жоқ сен недостоин деп айттың дейді да. Енді сол нәрсені біз дұрыс түсінбей жатырық та. Мәселе Сәке сонда бұл жерде Айбаттың Айбаттың сізге айтқан мәселесі ма, немесе Нұржанның Ақеркеге айтқан мәселесі ма? Бұл кәдімгі екі тарапқа бөлініп кетті да, сол нәрсені нақтырақ айтып кетсеңіз мысалы. Екі тарап дегенде мен екі тарап
тіпті да айттым негізінде. Мен бірінші Айбатқа сұрақ қойдым, одан кейін неге осы жерде бір сарказбен прикол ұстап, неге жылатып қойдыңдар деген сияқты да. Екеуі екі бөлек әңгіме. Және де егер сен айтып отқаның Айбаттың әңгімесі сен неге үйленіп кетпейсің деген нәрсеге бүйтіп алып келіп жатқан болса, мен ол нәрсеге айта аламын. Мен енді сендерге показатель болмаса бір результат көрсету үшін тез сендер маған қарсы пікір айтпасын деп мына жақта Ақеркен қолын ұстай салып шығып кету деген студияда мен ол нәрсені құптамаймын негізінде. Бізде бәрі жақсы, Аллаға шүкір. Біз ұрыспаймыз, біз татумыз мысалға, бізде прогресс бар. Сендердің көз алдарына көрінбесе, бірақ біздің арамызда прогресс бар да. Иә, ол әдем прогресс болған, бірақ жаңа Айбат айтып қалды да, мен жаңағы Сержанды недостоин деп айтқан жоқ, ондай дүние менің аузымнан шыққан жоқ деп жатыр да. Ұмытып қалған ғой просто. Сержан, иә, ондай болады болсаңыз айтып аласыз, жоқ сен айттың. Олай болған жоқ қой. Жаңа ғана айтты ғой, мен айттым деді ғой соңында. Мен ал бірақ нақты сенің азаматтығыңа қатысты мен недостоин деген пікірде емеспін деді. Яғни сол мағынада айтқан жоқпын, ал мына мағынада айттым деп түсіндірді. Түсінгенім бойынша астар арқылы жеткізіп болған әңгіме ғой бұл. Я енді андайға кіре алмай кетті ғой. Андайға Сержан аға енді сен каждый раз келген сайын да кімді Ақеркенің көңілге түскен сайын, Ақерке жылаған сайын өзі қорғай бересің басында. Каждый раз бізге келіп, сен жігіттер былай айтпаңдар, былай айтыңдар, былай айтпаңдар, тесе бересің басында. Өмірімнің соңына дейін ғой, бауырым. Өмірінің соңына дейін. Бірақ та енді Сержан ағай, білесің ғой, арамызда сыйың бар. Шүкір ғой, сыйың бар. Бірақ та мен бағана әңгіме бар баласағам, достоин, недостоин дегенше, мен достоин деген жігітті былай көрер едім да, бағана бәрі Айбатқа жабылып ғой. Айтады, сен қыздарға беттің, сен қыздарға жақындайсың дейді. Айбат шыққан жақындамайды негізі. Жай ғана ол сондай адам да просто. Общениені жақсы көреді, сөйлескенді жақсы көреді да, мен достоин деген жігітті каждый раз келіп қызыңды ренжіттің, каждый раз келіп қызыңды сен бүйттіңдер, сөйттіңдер, жігіт олай достоин деп санамайтын едім. Мен наоборот Айбат сияқты қалай бар, солай айтатын жігіт. Жоқ, қарашы енді Бекзатқа сұрақ қоя кетейікші болса ханым. Егер сен, допустим, осылай үйленуге бара жатсың, жанында қызың отыр, сенің қызыңды солай бір басқа адамдар келіп сәл ренжітіп жатса, сен тыныш отырып, жұтып отыра бересің ба? Негізі сенің жігіттік психологияң сонымен заключаться етеді. Жоқ, қара Ернар, оның ше екі жағы болады. Оны түсінісу керек та. Бұл Сержан аға түсінбейді та. Сендер неге олай айтасыңдар? Сендер неге Сөздеріңізді бөлейін, бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз.